Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай ерекше, құрамы қарапайым, таңғы шайға өте керемет, тәтті рулет дайындайтын боламыз. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет болады 4 жұмыртқа, ұн, шекер, ванилин және разрыхлитель қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға, таза ыдысымызға жұмыртқаларымыздың сары уызы мен ақ уызын ажыратып саламыз. Сары уызы түсіп кетпеуі қажет. Дәл осылай сары уызы мен ақ уызын ажыратып алдық. Енді жақсылап миксерлейтін боламыз. Аппақ пена болғаннан кейін шекерімізді аз-аздан салып миксерлейміз. Ал біздің ақ уызымыз дайын болды. Төңкерген кезде түсіп кетпейтіндей, өзінің формасын ұстайтындай болу қажет. Енді сары уызымызды бір-бірден салып, жақсылап тағы миксерлейміз. Миксердің төмен обороты болуы қажет. Дайын массамызды 1-2 венчикпен араластырып жібереміз. Байқаған болсаңыздар, мен бір жаққа қарай аударып жатырмын. Електен разрыхлителімізді, жарты ұнымызды және ванилинімізді өткізіп аламыз. Тағы венчиктің көмегімен дәл осылай бір жаққа қарай араластырамыз. Миксерлеуге болмайды, қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан да мен венчикпен араластырып тұрмын. Енді қалған ұнымызды да електен өткізіп, дәл осылай араластыратын боламыз. Ұнды мен екіге бөліп салдым. Біздің қамырымыз дайын болды, дәл осындай қамыр болады. Енді листімізге пергамент қағазымызды салып, қамырымызды салып, жақсылап бірдей етіп барлық жеріне жеткізіп жайып аламыз. Менің листімнің размері 30-ға 30. Ал енді шпажкамен барлық жерін дәл осылай жасап аламын. Арасында ауалар қалып кетпей, бірдей болып барлық жеріне жағылу үшін. Енді листті жақсылап 3-4 рет ұрып жіберемін. Қызып тұрған 160 градуста қарап тұрыңыздар, 25-30 минутта пісіп шығады. Енді таза сүлгіміздің үстіне пісіп шыққан бисквитімізді салып, пергамент қағазын алып тастаймыз. Аударып аламыз. Дәл осылай енді бисквитіміздің ыстық күйінде орап алатын боламыз. Енді дәл осылай суытатын боламыз. Оған дейін мен осындай клубниканың вареньясын қолдандым. Сметана салып, салмасын дайындап аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сіздер қалаған вареньяларыңызды қолдана аласыздар. Мен клубниканыкін қолдандым. Енді суыған бисквитімізді дәл осылай жайып алып, барлық жеріне тигізіп, салмамызды салып шығамыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар, торттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы өзім неше жылдардан бері қолданып келе жатқан сенімді рецептер. Ал енді рулетімізді дәл осылай орап аламыз және пищевой пленкамен орап шығамыз. Және тоңазытқышқа 1 сағат, 2 сағатқа салып қоямыз. Ал сіздер асығыс болсаңыздар, салмасаңыздар да болады. Бізде 1 сағат өтті. Енді үстінен мен шоколадты ертіп алып қойып шықтым. Дәл осындай. Енді безендіру өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әрине. Дәл осындай өте дәмді, ерекше, өте нәзік болып шығады. Мен сіздерге кесіп көрсетемін. Кесілуі де өте оңай және сынбай шығады. Дәл осындай ерекше болып. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көресіздер. Ал сіздерге сәттілік достар.